Ең дәмді борщ жасайтын боламыз. Ең алдымен қазанымызға салқын суымызды құйып, етімізді салып, қайнағанша күтеміз. Қайнаған соң көбігін алып, дәміне қарай тұз бұрышын салып, баяу отта 2 сағат көлемінде қайнатамыз. Етіміз піскеннен соң салмасын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, пиязымызды салып қуырамыз. Содан соң үстінен сәбізімізді салып, онда да жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Және үстінен өткіштен өткізілген қызылшамызды да салып, жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Шамамен 3-4 минуттай. Содан соң дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды және томат пастасын қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Сорпамыздан кішкене құйып 20 минутқа бұқтыруға қалдырамыз. Етіміз піскеннен соң етімізді алып тастаймыз да сорпасына капустамызды саламыз және үлкен болып тураған картопымызды салып, жақсылап араластырып жібереміз. Оған дейін біздің салмамыз да дайын болды. Салмамызды үстінен салып, жақсылап барлығын араластырып, 20 минуттай баяу отта қайнатамыз. Және дәмін көріп алыңыздар. Егер тұзы аз болса, дәміне қарай тұз бұрышын қосып жіберіңіздер. Піскен етімізді үстінен турап қосатын боламыз және лимон шырынын қосып жіберіңіздер. Түсін сақтайтын болады. Осымен біздің борщымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады.